Ким? Это Вау, это у нас что? Рогалик цвет. это вон. Машина. Маленькая машина так. Это вон мандарин с мамой. Туда и яблоко. Это гей! Мам, Алма. ара. Это вон яблоко, мама. Какая-то. Ой, я тебе жаль, ты же перемена. Мама, мне это членом. Мама, мне пожалуйста. Она начинает снова. Это адамдама. Енді екіншісі ашамыз. Та-дам-дам. Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендерім. Көріп тұрғандарыңыздай бізге ауылдан посылка келді. Соны сіздермен бірге ашып жатырмыз. Анамнан үйдегі, яғни жеңгемнен келген посылка, 2 сумка бағана күтіп алдым. Енді қазір ішінде не бар екен, соның бәрін сіздерге көрсетемін. Өте қуанып тұрмыз негізі. Қараңдар, достар. Бізді көрсетіп, достар. Достар, қараңыздар. Демчаға көбек, Меснаға. Әлза. Месна басты. Машина жар бағана. Это булочки. Да. Это ес или фарш. Это... Мама, дай я открою. Сейчас Дай. посмотрим. Я сама открою. Тоже ед. Открой, не трогай. Это фарш, походу. Мама, что-то не походу не открыть. Не за ним. Сармай. Давай уже. Ремшик. Молодец. Давай. Мынау индюк. Спас, достар. Балалар мына жақта өз подаркаларын алып, мәз-мейрам болып жатыр. Темірханға негізі анау машина екен, Димаш ұстаған. Одан кейін Димашқа Кубик Рубик, Мейірімге Әлза. Мына жақта тағы да майда шүйде заттар, тойдан алынған той бастар, яғни осыдан қашан 27 октябрь күні менің ағам 40 жасқа толған болатын. Сол кішігірім той жасап, содан бізге кішігірім сарқыт беріп жіберді. Сол бізге осылай 3-4 ай сайын осылай анам беріп тұрады. Ашамыз. Нарезки кесу керек. Вау, это круто! Күшті екен. Кеспедің ба қызым? Кесіп жіберейік. Вау. Вау. Здорово, мама. Здорово, Кубик Рубик? Вау. Вау, это Эльза, да, Димаш? Это Ай. Это кто? Это ее сестра, да? Да, ее сестра мама. Девча, а вот это кто, смотри? А вот это кто? Ауан. Это Ауан же.
Эльзадағы Алан. Акабак ало. Ну да, правильно, да. Акабак ало. Да? На болса дәжіңға. Дәжің. Дәжіңға ма дейінші? Макама. Дәжіңға дейінші. Макабини. Деймісің, а? Мама, Тимаға қалай? Тимаға қазір береміз бір сәтке. Достар, қазір бір сіздерге мына қандай киім беріп жіберген көрсетеміз мамамның. Анау Эльза. На Тимаханға. Кофтасын. Үйге киетін ползуночки. Мына соның кофтасы екен. Ой, қандай күшті апа. Рахмет апа. Ой, Мипона сенікі екен, Микки Маустар. Подарка. Димчана сенікі екен. Ой, супер модулы. Күшті ме? Намысына. Димча апаға привет қой ке видеоға. Апа привет, рахмет қойсашы. Ана Димашка. Берді. Супер модулы ма олайын қандай күшті? Несіне ма? Микки Маустар. Осы достар. Күшті. Ашып көрсетсеші кісілерге. Мақта Мипон мен Димча, короче, ойыншықтарын ашып жатыр. Сладко. Ой, это коробочка, да? Вот это самое. Ничего купили, ойнаш ничего? Даже на Ауан. Это Эльза. Даже Эльзаны қараш, даже. Эльзаны қараш. Не знаю, Эльза. Это вам Астрей. Мама, тогда. Ай, балаңды да ойнап жүрші. Тогда, мама. Мен солай үсі қосың болады. А тогда. Үсі қатын болады. Я не так. Димча, кубик Рубик күшті ма? Мипон, сен Эльзаңшы, ұнай ма? Анау Димаш деген ана қуат. Тоқашқа бермейді. Подаркені Димшаға бермейді. Менікі Дима. Аха. Жандар. Димча, бөпешкаңды да ойнат, я было? Достар, мен тағы көрсетейін мынандай күшті, ну, как бы қыдырғанға киетін костюмчик. Балам 1 жастан асқанға. Керемет, мамам вкус, рахмет. Одан кейін үйге кигенге екен. Ну, прям кішкене қалыңдау екен, бірақ күшті. Красота, короче. Майды. Качестволары да күшті екен. Мынаны развивашкаға киіп алады, Димаш екен. Күшті. Бүкіл мамалар осындай ма? Мен мамамен үйімде не жоқ екенін бәрін біледі ғой міне. Как раз вот осындай нан сезік үшін сынып қалған. Ай, рахмет. Қазір сіздерге тағы көрсетем. Ашып. Мынау бізде мекен, алақайдың күшті печенькалары. Арай. Этот Науминың үйде жеңгем мен мамам істеген нелері. Варенькалары.
Мен ашатындықтан қазір көрсетемін. Мынау бізде меркенский. Міне мерке дейри деп тұрады. Меркенский сары май деп. Мандаринчики. Мынау ірімшік. Примерно көріп тұрсыздар ғой. Мынау мен таңғы асқа осындай сары жейтін, сонда бері жетті мамам. Мынау бізде меркенский йогурттар көрдіңіздер ме? Мен қазір ашып көрсетейін. Вот смотрите, йогурт меркенский. Вот красота, да? Мынау машкалар. Мынаны қазір ашайын. Бұл бізде қатып тұрған холодец. Аулский тоже таза коллаген. Бұл бізде бауыр. Мен бауырдан котлет жасаймын, соны мамам біледі. Балаларға сондай котлет жасап беремін. Бізде походу. Ашып бер дейсің бе? Күшті ма? Достар, қараңыз анандай күшті әдемі зат. Бұл менің ағам 40 жасқа толған болатын. Содан осындай күшті конфетиктер, то есть, ну как бы айтады, тойбастар сияқты ма, сондай өзім. Жоқ, тойбастар емес. Адамдардың қастарына қойып қояды ғой мені. Күшті, рахмет. Красота. Балдарға, 3 балаға. Ай балалар, сендерге апашлар, қахан осындай подарок бер жерді. Қара, Мипон. Что это, Димаш? Смотри, Мисна, что это, смотри. Это конфеты такие, как жумуртка. Смотри, возьми. Смотри, Димаш. Тамирхан, смотри, это тебе. Это тебе. Это конфеты, смотри, вот так откроешь. Да. Вот так открываешь, и там конфеты, как жумуртка. Вкусно, да? Попробуй. Я попробую. Только ты тоже попробуешь, да? Смотри, вот так откроешь. Смотри, Бала. И вот так посмотришь. И откроем сейчас. Вау. Что это, Димаш? Это шоколад Джока? Да. Это шоколад жумуртка, Бала. Вау. Вкусно, да? Попробуй-ка. Тоқаш, сен ашып берейін, иә, балам? Давай. Дәмі қандай? Дәмін айтшы. Күшті ма, татты ма? Татты емес пе? Нам басна. Так, открою. Откроешь, да? Вау, ты теперь попробуй, Мипон. Вкусно? Мипон, вкусно? Так, попробую я. Жумуртка, конфетку, да? Да. Как? Вкусно. Вкусно. Вкусно? А, вкусно, Балдар. Тимурхан, попробуй-ка шоколадку. Шоколад и сампот жумуртка. Это курица, да? Курицаның жұмыртқа сияқты шоколад, да, балам? Да. Очень вкусно, Балдар. Очень вкусно. Спасибо, Блатя. Здорово, тойбастар, походу. Вау. Прям қазіргі трендтағы чайник. Это же в тренде. Күшті, рахмет, Балдар. Ой, Балдар деп қойма. Как раз мен мынау немнен сәйкес екен. Көп рахмет. Достар, мына жерде бәрі ет, короче, ауылдың еті. Мынау походу сиырды, мынау бауыр, мынау индюк. Оны жеңгем алып бермепті, бір индюк. Мынау тоже какой-то қойдың еті, кажется. Мынау
фарш қараңыз, пакет, кішкене пакет, короче, 4 пакет. Сол, достар, короче, мәз мейрамбыз. Ауылдағыларға мың алғыс, рахмет. Мама, кто это вот? Не знаю, лепчик, что? Менекма? Ага. Менекма, мама, менекма. Да. Mana cima? Cima, şarkı ne batma? Mama şarkı uyuyordu. Mama piyet yaptı. Bozma mama. Ауылдағы келген заттармен чай ішейін деп жатырмын. Бағана чайникке чай заварить еттім. Мындай күшті булочкалармен енді өзім отырып чай ішетін боламын. Mama dimşasını yatacak. Димча, бағана шоколадыңды жеп жатсың ба? Мына жақта шариктармен ойнап жатыр. Еще мына шариктар біреу Микки Маус екен. Мынада жоқ, мынада. Это мое. Ой, Это мое. Міне достар, бүгінгі біздің ауылдан келген посылка туралы влогымыз, видеомыз аяқталды. Рахмет сіздерге. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.